Адам кез келген жұмысқа жарамды бола бермейді. Жұмысты неғұрлым жетік әрі жақсы атқарса, шебер әрі білгір болып шығады. Қандай әрекет, қандай іс істесек те, содан рахмет табу, соның рахатын көру біздің басты мақсатымыз болып табылады. Әл-Фараби. Қайырлы күн, құрметті көрермен, ыстық ұямызға қош келдіңіз. Бүгін сіздермен бірге ескі креслоны қалай оңай, тез әрі арзан бағада жаңартуға болатынын көреміз. Ескі креслоны жаңарту үшін бізге ең алдымен ескі кресло керек, екі қол және ниет. Кресломыздың ескі матасын, поролонын, болттарын ағыта отырып, сыртындағы аяқтарын бөліп тастаймыз. Егер сізде шлиф машинка болса, онда шлиф машинканы пайдалана отырып, ағаштардың бетіндегі сырын алып тастаймыз. Бізде шлиф машинка жоқ, бірақ шуруповертқа арналған мынандай насадка болады екен. Сол насадканы сатып алдық, 1,5 теңгенің айналасы. Және оған бетіне жапсыратын наждачный бумага болады екен. Соны пайдаландық. Шлиф машинканы пайдаланған кезде сыртта жұмыс жасаған абзал, және бетіңізге маска киіп алыңыз, себебі көзге көрінбейтін сырдың кішкентай бөліктері шаң өте көп шығады. Өзіңізге арнайы қауіпсіздік көзілдірігін кисеңіз де болады, себебі ұшқындар көзге де тиіп кетуі мүмкін. Басында креслоны бөлшектеген кезде шатасып қалмас үшін бәрін фотоға немесе видеоға түсіріп алуға болады. Және болттарын, басқа да бөлшектерін бөлек-бөлек арнайы пакеттерге салып қойыңыздар, кейін шатасып кетпес үшін. Бұрын ата-әжелеріміз бұл енемнің көзі, бұл әкемнің көзі деп үйде тұрған жиһазды айтып отыратын. Ол кезде жас болдық, кішкентай болдық, көп нәрсені түсінбедік, бірақ қазір сол сөздердің мағынасын, мәнін түсінгендеймін. Бұл менің ата-енемнің креслосы, олардан сұрап алғам. Атамның айтуы бойынша Шешенстанда жасалған кресло екен. 80 жылдары. Менен де үлкен кресло бұл. Мына жерде ең үстіндегі сурет, бұл креслоның ең бастапқы бейнесі, сырмен тұрған, екіншісі шлиф машинкадан кейін сыр алынғаны, үшіншісі мынау морилка жағылғаны, ал төртіншісі морилканың үстінен воск жағылғаны. Мына жерде креслоның екі аяғы бейнеленген, біреуі міне морилка жағылғаны, мынау шлифовать етіліп, бетіне морилка жақтым. Екіншісі әлі сол сырымен тұрғаны, салыстыру үшін қойған. Маталар дүкеніне барып, керек жарықтарды алып келдік. Міне мынадай мешковина матасын алдым. Одан кейін астында ветошь және 4 сантиметрлік поролон алдым. Осының бәріне 7300 теңге кетті. Ал енді жаңа креслоны жинауды бастаймыз. Креслоның ішінде мынандай ремендері болады. Егер сіздің ремендеріңіз күйі нашар болса, мүжіліп, шіріп кеткен болса, онда орнына мебельный ремень деген болады, соны сатып алып қоясыз. Біздің креслоның жағдайы жақсы болды, ештеңе шірімеген, ағашы да, ремендері де, сондықтан бәрін орнына қойдым. Ветошь матаны орындықтың өлшемімен кесіп аламыз және ПВА клеймен жабыстырып тастаймыз. Бұл не үшін? Уақыт өте келе поролон ремендерге қажалып кесіліп қалмас үшін бетіне осындай бір қабат немесе 2-3 қабаттап ветошь мата жабыстырған дұрыс. Поролон менде 4 сантиметрлік. Креслоның ескі поролонын алып, сол бойынша сызып, соның өлшемімен кесіп алдым.
кесілген поролонды өзінің ағашына жапсырамыз. Ол үшін ПВА желім немесе поролонға арналған арнайы желім болады екен, соны қолдануға болады. Поролонды ағаштың өзінен сәл ұзындау еттім, себебі жоғарғы жағын қайырып степлермен бекітемін. Поролонның шетін 45 градуста кесіп аламыз. Поролон жақсы жабысу үшін бетіне груз ойып, біраз уақытқа қойдым. Енді отырғышының поролоны, оны 2 қабат поролон жасаймын. Яғни поролонның өзі 4 сантиметр болса, бұл жерде бізге 8 сантиметр етіп жасаймын, 2 қабат. Бірінші қабатын орындықтың дәл размерімен жасаймын, өлшемімен, ал екіншісін сәл ұзындау етемін. Ол не үшін? Орындықтың алдыңғы жағына әдемілеп қайыру үшін. Осы поролон жабысып жатқанда менің ПВА клеем бітіп қалды. Жабыспай қалама деп қорқып, үстіне груз қойып, бір түнге қоюды ұйғардым. Келесі күні поролон жақсы бекітілгенін көрдім. Артық жерлерін қиып тастадым және үстіне синтепон бекіттім. Синтепон не үшін? Синтепон жан-жақтарының әдемі, орысша айтқанда, изгиб жасап тұру үшін және поролонның қисық жерлерін көрсетпеу үшін керек. Енді матамызды өлшеммен қиып алып, степлермен бекітеміз. Ең бірінші үстін, астын бекітеміз және екі жанын бекітеміз. Бірінші 2-3 скобымен бекітіп алып, содан кейін толық бекіткен дұрыс. Бұрыштарын ең соңға қалдырамыз. Себебі матаны тартып дұрыстап бекіткеннен кейін бұрыштарын әдемілеп шығару керек болады. Видеоның сапасына кешірім сұраймын. Осылай бір жақтан түсірілген, кейбір жерлері көрінбей қалып жатқан болуы мүмкін. Креслоның арқасы дайын болып қалды. Енді орындығына кірісеміз. Матамызды өлшеп аламыз, қиямыз және степлермен бекітеміз. Банаға әдісті қайталаймыз. Бірінші үстіңгі бөліктерін және жанын бекітіп аламыз 2-3 степлермен. Содан кейін толық бекітуге кірісеміз. Матасын жақсылап тарту керек, бірақ тым бос және тым қатты тартылып кетпеу керек. Бұнда да бұрышын ең соңғы етіп шығарамыз. Бұрышын шығарған кезде әдемілеп артық жерін кесіп тастап, ештеңесі шығып шошайып тұрмайтындай етіп әдемілеп бекітеміз. Көз қорқақ қол батыр демекші, мәреге де жақындап қалдық. Енді бана бөлек пакетке салып қойған болттарымызды бәрін шығарып, арқасы мен отырғышын жинаймыз. Қай болт қай жерге кіретін, қай жерде тұратынын ұмытып қалам деп қорықсаңыз, алдын ала видеоға немесе фотоға түсіріп алыңыздар. Болттарды мен алдын ала татты кетіретін сұйықтықпен жуып, жақсылап кептіріп пайдаланып жатырмын. Міне осындай болды. Мына жерде аяқтарымен және өзінің түймелерін тақтым. Өкінішке орай аяқтарын
қондырғанымды түсіре алмадым видеоға. Бірақ міне ескі кресломыз осындай болып жаңарып қалды. Жақындап көріп алыңыздар. Міне матаның аты мешковина. Ішінде 4 сантиметрлік поролон бар және синтепон бар, ветош бар. Оның бәріне естеріңізге салып кетейін, 7300 теңге кетті. Ағаштарын өңдеу үшін маған шуруповертке насадка алдық. 1500 теңгенің айналасы және мынандай дөңгелек наждачка алдық. Олар шамамен 150 теңге тұрады. Ағаштардың бетіне мынандай морилка жақтым және масло воск жақтым. Оларды Wildberries-тен алдым, бірақ мен ойлаймын кез келген бояу сататын, тұрмыстық керек жарақтар сататын дүкендерде болады деп. Мен креслоның ағаштарын басқа түске, яғни ақ, қара немесе көк сияқты түстерге бояғым келген жоқ. Ағаштың өзінің натуральный түсін болғанын қаладым. Мына жерде өзінің фанерасын жапсырдым. Фанерасына матаны клеймен жапсырдым да креслоға кішкентай шегелермен бекіттім. Шуруповертке арналған насадканы көрсетіп жіберейін. Міне мынандай болады. Түрі осындай. Арнайы переходнигі болады өзінің. Және мынандай дөңгелек наждачный бумағалар сатылады, қағаздар 50 теңгеден. Мен 4 түрлісін алдым. Мынау жұмсақтауы, бұдан сәл қаттылау орташасы бар және қаттысы бар. Ең бірінші қаттысын пайдаландым, бетіндегі сырды алу үшін. Одан кейін мына сарыны пайдаландым, орташа қаттылық. Ең соңында жұмсағын пайдаландым, наждачканы. Креслоның бастапқы келген есімізге түсірейік қандай болғанын және қазіргі күйі. Сізге ұнады ма? Қалай шыққан екен кресломыз? Пікірлеріңіз жазып отырыңыздар, ұнаса лайк басыңыздар. Бұл менің ең бірінші жаңарту жұмысым. Каналда болыңыздар, тағы қызық болады.